Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен үй жағдайында аджика жасайтын боламыз. Өте оңай жасалу жолы және де бар болғаны 3-4 ингредиенттен тұрады. Құрамын міндетті түрде мен төменде описанияға қалдыратын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бізге тазартып жуылған тәтті болгар бұрышы, қызанақ және сарымсақ және де ашты бұрыш қажет. Және де бұларды ет тартқыштан өткіземіз. Жақсылап турап алыңыздар бірінші. Бірінші болып сарымсақты ет тартқыштан өткізіп аламыз және де бөлек қойып қоюымыз керек. Себебі пісіп жатқанда біз сарымсақты ең соңында ғана саламыз. Енді болгар бұрышын өткізіп жатырмын. Болгар бұрышынан кейін бірденнен ашты бұрышты салып тартамыз. Енді осы туралған барлық қызанақтарды да ет тартқыштан өткізетін боламыз. Барлығын ет тартқыштан өткізіп болғаннан кейін пісіретін қазаныңызға ең бірінші май құйып алыңыз, сұйық май кәдімгі. Одан кейін барып туралған заттардың барлығын кезекпен кезек құйыңыздар. Тек сарымсақты ғана салмайсыздар. Енді дәміне қарай тұз саламыз. Мен осы 5 литр шығатын аджикаға 3 ас қасық тола тұз салдым. Жақсылап бір араластырып отқа қоямыз. Бірденнен қатты отқа қойыңыздар. Қайнағанға дейін бетін жауып толықтай қайнағанын күтеміз. Осылай беті бұрқылдап қайнап жатқан кезде орташа отта немесе төменгі отқа қойып 40 минут қайнатамыз. Осы 40 минуттың ішінде қозғап тұрыңыздар. Асты жабысып қалуы мүмкін. Өте жақсы қайнау керек, от басылып қалмасын. Бұрқылдап қайнайды өте әдемі болып. Менде 40 минут өтті. Осы 40 минут өткеннен кейін бірденнен сарымсақты саламыз, алдын ала туралып қойған жаңағы. Және бірденнен өте майдалап туралған укропты саламыз. Менде бұл жерде бір бума укроп, барлығын жақсылап турап, салып, араластырып, тағы да толық 10 минут қайнататын боламыз. Барлығы сонда аджикамыздың қайнаған уақыты 50 ғана минут. Бетін жауып қайнатыңыздар. Мен банкілерді алдын ала стерилизовать етіп алдым, ыстық суда. Өздеріңіздің қалауларыңызша қалай стерилизовать етсеңіздер де болады. Мен ыстық суды іштерін барлығына құйып, кішкене буда ұстадым беттерін жауып, одан кейін төгіп тастадым. Бірденнен енді осы ыстықтай бірденнен оттан түскен бетте құятын боламыз аджиканы. Әр құйған банканы бірденен аузын жауып жатырмын, байқағандарыңыздай, ыстығы басылып қалмасын деп. Міне болды, банкамыз жабылды. Және де сырттарын кішкене сүртіп қойсаңыздар болады, бірденен кішкене сырттарына тамса. Дәл осылай барлығын қайталайтын боламыз. Тек қана крышкасын тығыз жапсаңыздар болғаны дұрыстап. Және де мен уксус немесе аспирин ештеңе қосқан жоқпын, байқағандарыңыздай. Банка жақсы стерилизовать етілсе және де аджика жақсы қайнайтын болса, толығымен мүлдем көгермейді және де ашып кетпейді. Мен банкаларды дүкеннен сатып алдым, барлығын бірдей етіп. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша кез келген көлемде банкаға жапсаңыздар болады. Менде бұл жерде 500 мл банкілерден 10 данасы шықты. Міне осымен аджикамыз дайын, өте жылдам дайын болады. Және де өте қарапайым үй жағдайындағы рецепт. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Егер де үйлеріңізде аштыны жақсы көретін кісілер болса, осы рецептпен жасасаңыздар өте керемет болады. Егер де жасап жатсаңыздар, міндетті түрде менімен бөлісуді де ұмытпаңыздар. Байқағандарыңыздай түсі өте керемет болып шыққан және де өте аппетитті көрінеді. Егер де менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыз. Және де менің рецепттерімді жіберіп алмас үшін жанындағы колокольчикті де баса кетіңіз. Ас болсын, сау болыңыздар.